Фазеке, кеше компания толық ақшасын аударды. Оның 30%-ын жетімдер үйіне аударамыз дедіңіз ғой. Аударта берейін ба? Әрине аудара бер. Оның несін сұрап отырсың? Әрбір мұсылман садақа беруге тиісті ғой. Осы Фазеке деймін да. Мүмкіндігі жетпеген адамдар не істеу керек? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Әрбір адам істеген ісінен, тапқан табысынан садақа беру керек. Егер істейтін жұмыс таппай қалған жағдайда, бір мұқтаж адамды тауып, соған көмектесу керек. Ондай жанды таппаған жағдайда біреуге жол көрсету керек. Жолда жатқан зиян тигізетін заттарды алып тастау керек. Ілім үйрену керек. Ол да бір садақаға жатады. Сондықтан садақа берем деп шын ниеттенген мұсылманға Алла Тағала барлық жағдайды, барлық жеңілдікті беріп қойған. Ey bavrum. Tintin bir şey bavrum. Basınıp durur var var. Ne oldu sonuçta bacırayım? Orası o kaçıp sadaka versi. Ey kızgançak. Saran ekeğin ağzı. Әке? Бере салмадыңыз ба? Садақа болатын еді ғой. Ой, қайдағы садаға? Балам? Қазір берсем, бараттағы арақ ішеді ғой. Садақаны мұқтаж адамдарға беру керек. Ey bavrum. Ömer geçe. Bir minutqa geçe. Biz gitse. Не болды, Тусқан? Қандай Тусқан? Тентебем берсе бауырым. Басынып тұр бар ғой. Қарызға бір шығат әбі. Қайтарайым ба кейінде? Немене күлесің? Не менсімей тұрсың ба мені? Атақ кімеңде кезінде жүрген бізе ақшаны бұлай да шашып. Осы бастарыңа тақия киіп жүрсіңдер ғой. Осы Алла тағалаларың мені сен сияқты бай қыла ала ма? Әрине, Алла Тағала ұлық. Ол қаласа кез келген нәрсені істей алады. Тек ниет етіп, Алладан жалбарынып, кешірім сұрап, жақсылыққа бет бұру керек. Ал сені, мұна сені, мен сияқты, алғаш, бейшара қыла ала ма? Ма? Иә, қыла алады. Сол үшін бауырым, тек тура жолмен жүріп, жақсы нәрселерде ниет қылып, Аллахтың көрсеткен түзу жолмен жүруіміз керек. Жаратушыдан біздерді өзің сүйген құлдарының қатарынан етуді жалбарынып сұрауымыз керек. Алла Тағаланың қаһарына ұшырамайтын жол іздейік. Мә бауырым, ішпе бірақ. Осы ақшаға тамақ сатып алып ішсей, жуынып, шайынып,
мешітке барсай. Тәубеге келсе, бауырым. Не болды, Фазеке? Қайда бір мас күнемен сөйлесіп тұрсыз? Бауырым, бәріміз бір Аллахтың жаратқан пендесіміз. Ешкімнің алдынан ешкім шығып келгені жоқ. Оны мас күнем деп кем сөзің еш қажеті жоқ. Әркімді Алла өзі есіркесін. Барар жеріміз бір. Әркім өз ісіне жауап береді. Бастысы, жүректегі иманымызды жоғалтпайық. Ассаламалейкум, достар. Біздің мына жаңа қазақша фильм сіздерге ұнаған болса, өздеріңіздің ойларыңызды комментарияда қалдырып, қоңыраушаны басып, осы Фаза фильм каналына тіркеліп кетіңіздер. Алла берса, тағы да қызықты кинолар түсіреміз. Сол киноларды көргілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Ассаламалейкум.